Шыңғыс Айтматов, Көктөбедегі кездесу. Айтпақшы, арамызда сен ғана тасылатырмадың. Оның бір сыры бар ма? Әлде мұғалімдердің бір ырымы бар ма? Жоқ, ешқандай. Жаңағы ортамыздан сайлап алған тамада қайда? Ей, Гүлжанка. Не болды таң атпай сарла? Осы сенің дауысың бар ғой, ешкінің бақырғандай құлағын түрде тұрып алатын болды. Ой, қағында ренжіп қалды деп, керісінше, үстібат өткермесең басыңа шығып қалады. Ой, қойшы. Алмагүл, Көктөбеден сұмды зиядат қойма бені. Соны бір түсіндіржесіз? Не десеңдер, бұның біздің мағынасы. Жапония елінде адамдар осы дауға шығып, өзінің бар күнәсін айтып, бойында сақтады екен. Ой, қойшы, бір діншілерді шығарып алған ол. Дінге ешқандай да қатысы жоқ. Жалпы әрбір адамзаттың бойында өздерінің асыл армандар болады емес пе? Сонымен бетпе-бет кездескеніміздің қандай керемет десеңдерші? Шығынды да шыққандар дегенім қайда? Ешкім мазаламасын деп едім ғой. Естім ақтар, сендерді ішімдесін деп шақырдым. Көңіл көтерді, демалды. Маған қасты қалай демалатынды, солай тамақтану керек деймін. Тамақтан бастап өзіміздің ішіміздегі құпиямызды айтып, рухани бір серік басып қайтеді. Ей, оны қоя тұршы. Айша апа келе қартайды деген осы болар. Мұнан ұс берген көлік жіберіп алдыртпаса, бұл жерге келе алмаспыз ау шамасы. Ой, неге сіз келген көріп ең дастарханды жасаңыз. Өздерінің жағдайлары жақсы ма? Олай болса, журналист ретінде өзім осы отырыста ашуға рұқсат етемін. Рұқсат. Айша апа, сөз кезегі өзіңізде. Мүмкін ішіңізде бір сырлар болса, соны айтуыңызға болады. Балам-ау, менде қай бір сыр қалды дейсің. Бүкіл өмірімді осы балаларға білім беруге арнадым. Соғыстың ащы тұстарында көрдім. Сендерді бөліп жармай өсірдім. Сол бір естеліктерді еске түсіріп, шақырып отырғандарына мыңда бір рахмет сездім. Бірақ сендердің жүздеріңе қарап, менің ойыма сабыр түсті. Сабыр өздерінің алдарында атпай-ақ қуатын жан еді ғой. Соңғы кездері ішілікке салғыш кетті деп естідім. Анау бір өлеңінде Құдайды қосты деп партиядан да шығарды. Айтымда, онда тұрған не бар? Ер азамат секілді соғысты, ер азаматқа тән жұмыстар жасады. Ой, анау қойнышы, бәрімізден талант деді ол. Өз жұғыр бұл бәрі. Ең талантсыз сол еді ғой. Сонда да жәнің ашып тұрады екен. Ол мұғалімдердің алдын ешқашан кеспейді. Сіз менің алғашқы ұстазымсыз деп, мені әрдайым құрметтеп, сыйлап жүреді. Ауылдың үлкен кішісі деп көрмей, бәрімен бірден сыйласам. Айтпақшы естерінде ме? Сендер барлықтары соғысқа кетеміз дегенде. Барлығынан рұқсатын алып, сендердің амандықтарыңыз өзім жауап беремін деп. Сендердің мұнда тірі жүріп, сендердің көздеріңді көріп, сол сабырдың арқасында. Ал қазір біз сол сабырды Осы орайда мен де бір өстікте айтайын. Осыдан біраз жылдар бұрын ұрлық жасадым. Ұрлық дегенде сен басқа сөз алмай алдың ма? Намыстан қояқ қой. Мен оны жетісіп
İskенimden жасаған жоқ. Шешем ауырып жатты. Өзімнен жалғыз кішкентай ғана інім бар еді. Сол бір қиын қыстау кезеңде қиындықтың үстіне тағы бір қиындық қосты. Әкем майданда опат болды. Көршілер үйге сұрапылдап үйге кіре бастады. Ал оларға дән бір алдынан қояр нан жоқ. Осылай түнімен ойланып, үстіме 2 қабат киімді кидім де фабрикадан шықтым. Ертесіне базарға барып оны саттым. Есесіне бір кішкентай ғана нан мен кішкене ғана май алып, әкемнің жетісін өткіздім. Мен ұрлық жасадым. Мен осы үлкен қылмысымды есіме түсірсем, кеудеме бір қадала түскендей болады. Осы бір Құдзиама тауының басында Құдай бар болса, осы бір қателігімді кешіре көр деп жалбарынамын. Мен алмадым. Саған не болды? Сен де бақытсың ба? Мына жайттың барлығын көріп есіме біраз нәрсе түсті. Менің сыртым бүтін болғанымен, ішім түтін ғой апа. Осынбек маған зат секілді қарайды. Әйел баласының жан дүниесінің нәзік екенін мүлдем түсінбеген. Бар ойы тек мансап, абырой, бай болсам дейді. Қыз тағдыры қиын екен ғой. Байқұшақ кемпірінің өлімін көтере алмай, есінен танып, ауруханаға алып кетті. Жиені осында айтуға жіберді. Ешкім орнынан кетпесін. Алдырынан төбешілер келмейінше кетіп қалмаңыздар. Деген басында, енді мына кінәні бізге жауапты ма? Істейміз енді. Оданша бүйтейік бәрін. Бір адамға қояйық, сонымен бәрін ұстарайық.
Олай болмас. Қалай барсын барамыз. Иә, сол дұрыс. Ой, әбден ұмытып кеттім ғой. 2 сағаттан кейін әуежайдан шет елден келетін қонақтар күтіп алуымыз керек. Кет, Гүлжан. Ай,